Қайын әпке менің өмірімді тозаққа айналдырды. Кейде адамды тану үшін уақыт емес, оқиға керек екен. Сол күні мен Назгүлдің кім екенін анық көрген күнім болды. Үйде бәрі сырттай тыныш сияқты еді, бірақ іште бәріміз шаршап жүргенбіз. Асхат та үндемейді, мен де үндемеймін, бірақ Назгүл бұрынғыдан бетер ашулы. Бір күні таңертең шай үстінде енем келін шайды күйдіріп қойыпты. Ішіп болмайды бұл шайды деді. Мен үндемедім. Сол сәтте енем, Ақнұр, сен үйренбейсің-ау, әй, деп күрсініп. Сол сөз жаныма қатты батты. Себебі шайды Назгүлдің өзі қайнатқан еді. Кешке Асхатқа айттым, шайды мен қайнатқан жоқпын, бірақ бәрі мен кінәлады. Асхат, ондай бола береді, оған бола ренжіме деді де қойды. Бір күні оқу кезіндегі досым келді. Есімі Гүлназ. Жай келіп шай ішіп кеткен. Кетерінде Назгүл маған, мынандай ашық киінгендерді үйге кіргізбе, еркек атаулы бар, ұят болады деді. Кейіннен білдім, ол сөзді енем де айтыпты. Гүлназ туралы жаман қылып, мені жаман дос таңдайтын деп көрсеткен. Назгүлдің телефоны үстелде қалыпты. Телефон шырылдады да хабарлама түсті. Кейдесоқ көзім түсті. Топтастырып қойған отбасылық шатқа жазбалар екен. Бір шатта Назгүлдің мен туралы жазған көзіме оттай басылды. Ақнұр осы үйге келгелі бәріміз өзгердік. Басы істемейді. Құрсын, Асхат бақытты болам деп адасып кетті. Бала туған күннің өзінде де тәрбие бере алмайды. Бізге салмақ қылды. Жүрегіме оқ тиді бұл сөздер. Бұл енді жайық сөз емес, бұл нағыз ішкі жек көрушілік еді. Кей адамды сырттай жылы, іштей у. Назгүл менің күйімді, жанымды, тіпті отбасыма деген сенімімді әдейі улады. Мен сол күннен бастап бұдан әрі шыдай алмайтынымды түсіндім. Арада бірнеше ай өтті. Менің бала өмірге келді. Мен сол сәтте ғана осы өмірде ең бағалы нәрсенің не екенін түсіндім. Ана болу, балаңды құшағыңа алу. Бірақ бұл қуанышымды ұзаққа бармады. Бала туған күннен бастап Назгүл менің аналық сезіміме де қол сұға бастады. Мен баламды құшақтап тербетіп жатсам, Назгүл келді де, қатты тербетпе, басын шайқап жібересің. Сен не білесің бала бағуды, дейді. Түнде бала жыласа есікті тарсылдатып, тыныштатыршы, ұйықтай алмай жатырмыз. Бала бағуды білмейсің, неге тудың деп зірк кетті. Бір күні шыдамның шегі үзіліп түсті. Балам 3 айға толған кезде дүкенге барып келейін деп баланы Назгүлге қалдырып кеткенмін. 20 минут шыққанмын. Келіп қарасам, балам ішкі бөлмеде жалғыз жатыр, жылап жатыр. Ал Назгүл ас бөлмеде телефон шұқып отыр. Назгүл, неге қарамай отырсыз дедім. Өзің таптың, өзің бақ, біз бала қарауға міндетті емеспіз деп шықты ашуға. Кешке Асхат екеуміз сөзге келіп қалдық. Назгүл үндемей отырды да бір сәтке енеме қарап, бұл баланы Ақнұр дұрыс қарай алмайды. Бізге қалдырсын, өзіміз өсірейік. Асхатқа тым болмаса дұрыс келін тауып аламыз деді. Сол сәтте менің ішімде аналық жүрегім жарылып кетті. Тынысым тоқтап қалғандай болды. Балам менің жаным, оны ешкімге бермеймін деп айғайлап жібердім. Бірақ үй ішіндегілер маған емес, Назгүлге қарап отырды. Сол сәтте мен осы үйге менің сөзімнің құны жоқ екен толықтай түсіндім. Кей адамдарды саған емес, сенің әлсіздігіңе қарап шешім қабылдайды. Ал ана ешқашан әлсіз болмайды, ол үнсіз болса да күресіп жүреді. Ақнұр баласын қорғау үшін бәріне қарсы тұруға дайын екенін сол күні дәлелдеді. Әр қыз баласы тұрмыс құрғанда ең жақсы жанынан алыстап кетеді. Ол ана. Бірақ ана жүрегі әрқашан қасыңда. Қол ұстамаса да соған тілеулес. Мен анамды қатты сағынамын. Ешкімге сыр ашпасам да, анаммен сөйлескенде көңілім босап, өзімді қауіпсіз сезінемін. Күндердің бір күнінде анам хабарласты. Үйде ешкім жоқ болатын. Ішімдегін ақтардым.
Апа, менің шыдамым таусылып барады. Назгүл күнде бір сылтау айтып тиісе береді. Анам үнсіз тыңдады. Ақыры ғана, қызым, сабыр, уақыт бәрі орнына қояды, деді. Сол сәтте есіктен Назгүл кіріп келді. Телефон әлі құлағымда. Кіммен сөйлесіп отырсың, деді. Анаммен, дедім. Анаңа не айттың тағы? Саған еркелетіп бетіңді шымшып үйретіп қойыпты. Сен де келінді тәрбиелеген анаңда оңып тұрған жоқ, деді. Бұл менің төзімнің шегі болды. Назгүл, анама тіл тигізбе. Қанша жерден ренжісең де анам жайлы аузыңа алуға құқығың жоқ, дедім. Дауысым дірілдеп кетті. Сол сәтте үй іші тым-тырс боп қалды. Енем де Асқат та үндемеді. Тек мен ғана көзімнен жас ағып, жүрегіммен жылап тұрдым. Ана деген киелі есім. Кейін анама бәрін айттым. Анам ештеңе демеді. Тек бір ауыз сөз айтты. Қызым, енді өзің шеш, бірақ ана деген сөзге дақ түсірме. Қайтып берер жерден қайтпа, бірақ қайтар жерден шегінбе. Сол түні менің санама көп нәрсе өзгерді. Менің төзімділігім шегі жеткен еді. Ана деген шексіз махаббат, шынайы жақсылықтың иесі. Анаңа тіл деген жер, сені таптаған жер. Кейде қорқынышпен өмір сүріп жүргенімізде кеш түсінеміз. Тозақтың ішінде жүріп, соған үйреніп қалғандай боламыз. Бірақ еркіндікке бір қадам жасау үшін бір ғана батылдық керек. Мен де сол сәтте жеттім. Бір таңғы шай үстінде Асқатқа: болды, мен кетем, бала да менімен бірге кетеді, дедім. Асқат үндемеді. Назгүл, әкеңнің үйіне қайтасың ба? Кім сені қайта алады, деді, мысқылдап. Мен балапанымды көтеріп, киімімді жинап, есіктен шыққанда жүрегім дір етті. Артымда қалдырған тек үй емес, сонау жылдар бойғы үмітім еді. Анам үйдің есігін ашқанда тек қолын емес, жанын ашты. Ол мені құшақтап тұрып, тек бір ауыз сөз айтты: кешігіп келсең де аман келдің. Асқат бала үшін күреспеді. Әйтеуір тек құтылғандай болды. Қол қойдық. Ата-анаммен бірге жалдамалы пәтерге шықтым. Ештеңем жоқ. Бірақ еркін тыныс алу пайда болды. Таңғы шай, кішкентай балам оянып маған қарап күлді. Сол күлкі менің өмірімнің жаңа парағының басы болды. Жоқ, мен бақытсыз емес екенмін, мен тек басымды төмен салып жүріппін. Ажырасу бір есікті жабу емес, өзіңді табуға баратын жол. Қорқыныш адамның шындықты мойындамаудан тұрады. Ал шындықпен бетпе-бет келгенде ғана еркіндік басталады. Ақнұр енді әлсіз әйел емес, ол өз шешімін жауап бере алатын ана. Арада 3 жыл өтті. Бұл 3 жыл менің өмірімдегі ең ауыр, ең маңызды әрі ең құнды кезең болды. Өмір маған көп нәрсе үйретті. Ең бастысы өзімді жоғалтпай қайта табу. Қайын әпкемді үйіне қайтып келді деп естідім. Денсаулығы сыр берген, бір кезде мені таптап, мен тағдырыммен ойнаған адам бүгінде өзі жалғыздығымен күресіп жүр. Мен ол үшін жамандық тілемеймін, тіпті кешірдім де. Себебі менің өмірім кек алуға емес, бақытты болуға лайық. Қазір мен жалғызбасты анамын, бірақ жалғыз емеспін. Менің жанымда балам бар. Ол менің үмітім, қуанышым, тірегім. Мен жұмыс істеймін, өз еңбегіммен пәтер жалдаймын. Қиын ба? Иә, бірақ менің бостандықтағы өмір сүріп жатырмын. Кей күндері терезеге қарап өткен өмірімді еске аламын, бірақ өкініп емес, шүкір етіп еске аламын. Себебі мен өзімді қайта тудырған адаммын. Қайын әпке мен енесі жәбір көрген әйел әлсіз емес. Ол мейіріммен, сабырмен бәрін көтеріп жүрген батыр. Күйеуінен қолдау көрмеген әйел қорғансыз емес. Ол өзі үшін шешім қабылдай алатын мықты жан. Ақнұр біз сияқты мыңдаған әйелдің бейнесі. Оның оқиғасы біздің қоғамда шынайы көрініс. Бұл бір ғана тағдыр емес, бұл үнсіз жүрген әйелдердің жан айқайы. Мүмкін сен де сондайсың. Бүгін үндемей тыңдап отырғанмен, ертең өз өміріңдің батыр кейпіне айналарсың.
Ақнұр үнсіз кетті, бірақ оның хикаясы сенің жүрегіңде қалды. Сабырлы әйелдің үнсіздігі әлсіз емес, ол найзағай алдындағы тыныштық. Ақнұрдың хикаясы жай ғана бір келіннің өмірі емес, бұл мыңдаған әйелдің үнсіз жылаған түні, көтерген тауы, ішкен бүккен қайғысы. Ол босаға аттағанда үмітпен кіріп, жылап шыққан келін. Ол бала үшін бәріне төзген ана. Ол тағдырдың өз қолына алып қайта туған әйел. Назгүл сияқты адамдар өмірде бар. Олар сынайды, сындырады, бірақ адамды түбегейлі жоқ қыла алмайды. Себебі, жүректе үміт болса, қайта көтеруге болады. Асқат сияқты ер азаматтар да бар. Үндемей жүріп, жақынына ең ауыр соққыны береді. Ер азаматтың үнсіздігі кей әйелдің жүрегін құртады. Бірақ бұл оқиғада басты кейіпкер Ақнұр. Ол батыр, ол аналық сезім бәрінен биік қойған адам. Ол ертеңін қорықпай қарсы алған әйел. Бұл оқиғада әйелдің әлсіз емес екенін, оның жүрегімен де, сабырмен де үлкен тауларды еңсеруге болатынын дәлелдейді. Құрметті тыңдарман, егер сен де Ақнұрдай үнсіз күресіп жүрсең, біл, жалғыз емессің. Сенің де таңдауың бар, сен де мықтысың. Тіркеліп, лайк басыңыз және бұл оқиға туралы не ойлайсыз, соны комментарийға қалдырыңыз.